Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен мұғалімдерге арналған квал НКТ тест талдайтын боламыз. Таңдау пәні ағылшын тілі. Күнделікті тест талдауларын көру үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. First question, we use for instant decisions. Біз шұғыл түрде шешім қабылдау үшін қолданамыз. Ол дұрыс жауап will. Will is used. Бұл жерде мен willдің қолданатын кездерін сіздерге мысал ретінде көрсетіп кеткем. Дереу шешім қабылдау үшін біз willді қолданамыз. Second, let's go for a walk. Shall we? Біз I мен we'ға shall'ды қолданамыз, бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Let's go for a walk. Shall we? 3. An odd compound noun. Артық, личный, күрделі зат есімді табу қажет. Дұрыс жауап school teacher. 4. Too much is suitable. Тым көп сөзі ыңғайлы. Қай сөзге ыңғайлы, соны табуымыз керек. Дұрыс жауап A. I drink too much coffee. Мен тым көп кофе ішемін. 5. We are living at our granny's will be the flat is being redecorated. Осы сөйлемнің қандай мағынада келгенін табу керек. Дұрыс жауап changing, developing situation. Ситуацияның өзгеріп, дамып отыруы. Ал мына сөйлемде негізі үтір немесе нүкте болуы қажет. Тестте ондай қателіктер болып отырады. 6. Expression with about. About пен келетін өрнекті табу қажет. To be crazy about. Мысалы, people got crazy about the game. 7. Abstract noun is ownership. Abstract noun деп отырғанымыз бұл жерде дерексіз зат есім. Ownership, меншік, біз оны қолмен ұстай алмаймыз, көзбен көре алмаймыз. 8. The wind was blowing hard when I heard someone knock times on the window. Ағылшын тілінде past continuous, past simple мен келетін сөйлемдердің структурасы бар. Және бұл жерде сөйлемде жел қатты соққан кезде терезені біреудің қаққанын естідім. 9. Stative verbs expressing feelings and emotions. It is the right answer is desire, pressure, love. Ағылшын тілінде stative verbs'тің 4 түрі бар. Соның ішінде feelings and emotions'тың осындай түрлері бар. Жаттап алсаңыздар болады. Like, love, dislike деген сияқты. 10. Collective nouns are. Collective nouns ол жиынтық зат есімдер. A crowd, bench, flock, group. Бұл жерде топ, тобыр деген мағынада. 11. The song was performed by famous Michael Jackson. Бұл сөйлемде сөйлем структурасы пассив ойыспен беріледі. 12. Choose the conjunctions of result. Нәтижелік жалғаулықтарды көрсету керек. Дұрыс жауап consequently. Демек, нәтижесінде мағынасында. Тағы да айта кететін нәтижелік жалғаулықтары бар. Олар as a result, consequently, and therefore are more formal and more common in written language. 13. An idiom with negative meaning. Негативті мағына беретін идиоманы табуымыз қажет. It is a lazy bone. Жалқау, еріншек, лентяйка деген мағынада. 14. We use had to, didn't have to express obligation on when there was no obligations in the past. Had to керек болу, didn't have to керек емес мағынасында. Бұл модальдестіктердің ережелері. 15. Phrasal verb with the some meaning reduce. Reduce сөзі ол қысқартылған, азайту деген мағынада, ал cut down on деген де қысқарту. 16. Verb plus ing. She never mentioned doing that. Option C, mentioned is correct as it means refer to something briefly and without going into detail and best suits the given sentence. 17. A word voyage is suitable. For option D, the Titanic sank on its first voyage.
Титаник өзінің бірінші сапарында суға батты. 18. An item of a plant. Өсімдіктің бір бөлшегі. Petals. Жапырақшалар. 19. A noun is not formed from the verb in the same manner. Build. Етістіктен зат есім бірдей жасалмайды. Бұл жерде build сөзі. Құру. 20. Reported questions. We use reported questions is when we tell someone what another person asked. Дұрыс жауап. She asked me if I had been on much be. Ол менен көп болды ма деп сұрады деген сұраулы сөйлем reported question болып тұр. Ал мына жерде she-дан кейін me тұрғаны ол тест жасап жатқандағы қателіктер болуы мүмкін. Ол сайттың өзінен. Тағы да басқа тест талдаулары немесе мәтін талдаулар керек болса, тестке бізбен бірге дайындалыңыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.